Мынаның өзін сұрап, жалдап тұрып отыр ағайындар. Мынау енді өте қиын жағдай ғой, көріп отырсыздар. Қандай қиын жағдай, субханалла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті ағайындар, ассалаумалейкум рахматулла. Осы өзіміздің жерде, өзіміздің елде мынандай телешкеде қазір бір отбасы тұрып отыр да. Өте қиын жағдайда. Мынау телешке біреуге техника ғой, бірақ қазір біреуге баспана болып тұр да. Мынандай жағдайды енді ешкім көрмеген шығар, мынандай жерде біреу тұрады деп ешкім ойламайтын да шығар, субханалла. Бізде ойлаған жоқпыз қазір, бірақ өз көзімізбен көріп отырмыз ағайындар. Мынаны қараңыздаршы, қазір Нұрлан ағамыз өзі ауру кісі, 5 бала шағасымен осы Жаңгүл жеңгеміз екеуі осындай жерде қазір тұрып отыр ағайындар. Қазір мейірбағы қорымен біз Алланың қалауымен иншалла осы балапандарына кішкене болса да бір ауыз тисін деп бір тәттілер алып келдік. Ал Қайратжан, келе ғой, ала ғой. Ал, бисмиллахир-рахманир-рахим. О, Алла бере салғандар. Құрметті ағайындар, мына үйде продукты айына бір рет келсе келді, келмесе ол да жоқ. Бірақ мынаны қараңыздар, бұл үйде қазан асылмағалда біраз болған, құрметті ағайындар. Мен өзім кішкентайымнан жетім өскен баламын. Біреу әркімнің малын жайып осындай жетімдікте өскенмін. Өзім ауыр операцияда болғанмын, жағдайым осы. Папа қашан біздің баспанамыз болады деп айтқан кезде жүрегіне өте ауыр тиеді. Соны көрген кезінде біреудің есігін алып өтсең де, папа бізде қашанда осындай үй болады деген кезінде жүректерің ауырып кетеді екен. Ауыр жұмыс істесем ыстығым шығып, мазам қашып жатып қала беремін. Осы біздің жағдайымыз. Мына бауырдан операция болған, өте ауыр операция болған, ауыр жағдайда. Аса үлкен болмаса да бір екі кішкентай бөлме болса да, баспана болсақ, енді болса 5 періштеме, әрқайсысы өзі мысалы баспаналы болсам деп армандайды ғой бұларда. Мен де мысалы 7-ші классымнан жаңа шешемнен айырылғанмын. Квартирада да жалдауға не болмады, жағдай болмады. Оғанда 5 бала шағамын қазір квартираға алмайды. Бізді оғанда жағдай жоқ. Күйеуім жатып қалады, ауырып қалады. Бір күн істесе, бір апта укол алып жатып қалатын кездерде болды. Дәл қазір суықтап қалған жайы бар. Күн суып жатыр ғой, терезе жоқ. Жаңағы қызымда судорога, өзімде шыға алмаймын жұмыста ешқашан. Қызымның судорогасынан жаңағы больницаға апарам, қаратам, жаңағы сондай қиыншылықты да көрдік бізде. Бала шағасының киімі, тамақ, жалпы бұл үйде бұл ең қазіргі айтулы проблема. Біреу үшін басқа нәрсе проблема шығар, бірақ бұл үйдегі нағыз проблема баспана, одан кейін бала шағаның киімі. Алда қыс келе жатыр. Енді қыста қандай жағдай болады, ол жағы да Аллаға мәлім. Сондықтан ағайындар, мінекей күн суытып келе жатыр. Сол суыққа бұл балаларын ұрындырмай, иншалла ертерек осы отбасыны баспаналы қылып жіберсін.